Қайырлы достар, қазір біз Шу ауданы Балуан Шолақ ауылындамыз. Бәлік Абдуллин атындағы орта мектептеміз. Дастан. Дастан. Директор кім? Мен. Сіз аты-жөніңіз? Исмаил Гаухар Байтұрғанқызы. Гаухар? Байтұрғанқызы. Иә, Байтұрғанқызы. Енді мектепте қанша адам оқиды? 283 оқушы. Коллективте қанша адам? 38 мұғалім, 23 тек персонал. Қанша адам түске дейін, қанша адам түстен кейін? 146 оқушы түске дейін, қалған оқушымыз түстен кейін. Қалған қанша? 127 оқушымыз. Уақыттары қанша? Уақыттары? Сағат 8-де басталады. 8-де, 8:15-де, 8:30-да. Қаншаға дейін? 8:15-дегі 8-де кірген оқушыларымыз 1:25-де бітеді. Екінші түсменіміз түстен кейін 1:45-де басталады. Түстен кейін 6-шы, 7-шы және 2-ші, 3-ші сыныптар. Сағат қаншаға дейін? Кешкі сменіміз 7-ге дейін. 7-де сабағымыз бітеді. Жүріңіздер. Мына жатқаннан көріп келші. Ішінде адамдар бар ма? Жоқ, жаңадан соғылғаны жетқаны. Техникалық неге байланысты. Не болды? Сыртқы бір кішкене жұмысымыз бітпей тұр. Жұмыс істеп тұр ғой, негізі? Бәрін жұмыс істепсің. Не техникалық ақау? Не техникалық ақау? Мынау ішкі суымыздың бәрі қосылған, ыстық су бәрі істеп тұр жұмыста. Не техникалық ақау? Басын бастадыңыз енді, аяқтасаңызшы. Басын бастадыңыз енді? Бұл қыздарға арналған әжетхана. Бұл жұмыс істеп тұр. Біздің екінші әжетханамыз, оларға арналған әжетханамызда шыққаннан кейін біз ішкі ауыстыру үшін жауып қойдық. Бұл істеп тұр қыздарымызда. Олдардікі екінші әжетхана ма? Бірінші этажда. Жауып қойды себебі иіс шыққандықтан. Қосқан кезімізде трубалардың арасында иісті ұстап тұратын не болады екен. Түтікше соны білмей балалар кесіп қойыпты да, жұмыс істеген балалар. Соны қайтадан жөндеп береміз деп отыр. Ертең олар келеді, ертең жөндеп береді. Бұл екеуі де бірге олардың әжетханасы сол жаңағындай жағдаймен жауып қойылған. Қыздар істейді. Түгел барлығы істейді. Жаңадан ауыстырдық. Сіз олдардікі дейсіз бе? Жоқ, біз жаңадан ауыстырдық. Бұл бізде бұрыннан бар болатын жаңадан жасалғанымыз әжетханамыз. Иә, осы қыздарға ауыстырдық. Олдардікі мына екеуіне? Екеуіне ұлдарға жасадық. Бұрын төрт Енді ұлдар қайда барады? Ұлдар қазір сыртқа барып жүр. Неге? Сыртқа барып жүр, және кіші сыныптың балалардың барлығын. Мен сізге сыртқа барғанда осы кеше обед неткеннен кейін барып жүр, оған дейін кіріп жүр ғой. Иә, оған дейін кіріп жүр. 2 күн болды. Жүнде түсіндіріп айтасыз ба? 2 күн болды. Анау әжетханаларыңыз ашылмай тұр, бәрі ішінен ілініп тұр, бір анау не сияқты болып тұр ғой, әжетхана. Енді есік ашылып кеткеннен кейін ғой. Міне ішінен ұялып тұрған қой, оған сойды бастауықтың баласы бейтіп, қолын соғып ашу керек қой? Кезекшілеріміз бар, кезекшілер. Міне, кішкене логикалық, кішкене сиятын, кішкене логикаға, кішкене ақылға сиятын, кішкене нәрсе айтсаңыз, логикаға сиятын. Сіздер оған ақсатыңыздар. Ананмен сіздер жауып қойғансыздар. Мынау жұмыс істемейтін әжетхана ашпайсыздар сіздер бұны. Ашпайсыздар. Ашпайтындан көріп тұр. Ол деген әшейін комиссия келетір, ойбай дегенмен ашып отырсыздар, болды. Көріп тұр ғой мен өйткені кімнің қандай әжетханасы жұмыс істейді, жұмыс істемейді, мен кіргеннен ақ білемін өйткені. Рас па? Мынау жұмыс істеп тұрған жоқсыздар. Мыналар жұмыс істегенше, бірақтан анау жұмыс істеп тұрған жоқсыздар.
Salmazsın mı? Salmazsın. Oldu. Что и требовалось доказать дейді. Міне, ешқандай есік жоқ, жабатын ойлар да жоқ. Міне бәрі ашық. Сіздерге ескертілді ме? Даладағы әжетхана жабылсын деп? Ескертілді ме? Енді неге жаппадыңыздар? Неге жаппадыңыздар? Сіздер далада орналасқан, сіздер ауылдарыңызда да далада орналасқан. Екінің бірі емес, мына адамның бірі келмейді сіздердің мектептеріңізге. Но балалардың қауіпсіздігін сақтау керек қой. Неліктен бұндай немқұрайлы қарайсыздар? Айтыңыздаршы, немқұрайлы. Немқұрайлық қой бұл. Міне, көріп тұрсыздар, алыс шалғайдағы ауыл, Балуан Шолақ шоудандағы. Даладағы әжетхана әлі істеп тұр. Шетегі әжетхана просто для комиссии ғой, бұл айтқан, для галочки. Ішіндегі әлгі іштермен балалардың өзі, бастауықтың балаларын кіргенмен даже кіре алмайды оғанда ше. Бойда жетпейді. А оның үші бір адам келіп тұрады дейді. I don't know дейді. Мен оған сенбеймін және сене алмаймын. Шындығы осы. Просто даладағы әжетханамен әлі де қолданып жүр. Рахмет.